Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі асмерге бізде лагман. Қамырына ұн және жұмыртқа және тұз қосылған суды жақсылап араластырып, ұнымызға құйып, қаттырақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды тындырып қоямыз. Қызып тұрған қазанға су майымызды құйып, артынан туралған етімізді саламыз. Және көк жаңбырды ұсақтап турап, тұзды суға салып қоямыз. Қазанға пиязымызды, сәбізімізді және томатты салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұзды және чеснок саламыз. Артынан тұзды суда тұрған көк жаңбырды саламыз. Жақсылап қуырып, араластырып, артынан бұрышымызды саламыз. Және ет көкшеп батып тұратындай су құямыз. Қақпағын жауып, қайнағаннан кейін астын басып қоямыз. Енді қамырымызға кірісеміз. Қамырымызды осылай жайып алып, және бөліктерге бөлеміз. Бөліп болғаннан кейін осылай видеодағыдай сумай жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін қамырымызды созуды бастаймыз. Видеодағыдай осылай созып, және ыдысымызды майлап, созған қамырымызды осылай орап, дәл сол қалыпта қалғандарын да үсті-үстіне қоя береміз. Қамырымызды кішкене 5-10 минутқа тынықтырып қоямыз. Қазанға толтырыңқырап су құйып, тұз салып, астын қосып қоямыз. Қамырымыз кішкене демалып болды. Енді осылайына видеодағыдай алып, соза бастаймыз. Лагманның қамырын әркім әрқалай жасайды екен. Біреу қалың етіп істейді, біреу жіңішке етіп істейді. Ал сіздерге қандай ұнайды? Менің өзіме жіңішке етіп істеген ұнайды, себебі наны жақсы пісіп шығады. Ал сіздерге қалай ұнайды? Комментарийға жаза кетіңіздер. Созып болғаннан кейін қолымызға осылай саусақтарымыздың арасына салып алып, тағы да созып жібереміз. Қамырымыз осындай жіңішке болып шығады. Енді қамырды алып, қайнап тұрған суға саламыз. Жабысып қалмас үшін тезірек вилкамен араластырып жібереміз. Қамыр тез пісады, осылай қайнағаннан кейін бірден ала берсеңіздер болады. Дастарханның бетіне осылай жайып жібереміз де, үстінен сумай жағып жібереміз. Ол жабысып қалмас үшін. Арасында картошкамызды турап салып жібереміз. Қамырымызды пісіріп болды, осындай көлемде шықты. Подливтың суы тартылып қалса, оған қамырды пісірген судан құйып жіберсеңіздер болады. Осымен тағамыз дайын болды, ас болсын. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Еледан дәм тағын арнасына қош келдіңіздер. Достар, осы видеомызға лайк, комментарий қалдырып кетейік. Және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, сіздер лайк, комментарий жазсаңыздар, басқалардың көруіне мүмкіншілік бересіздер. Және де достарыңызға әлеуметтік желісінде бөлісіп кетіңіздер. Достар, бүгінгі біз ас мәзірде үй лагманы немесе домашний лагман, және де көкөністер, және де үй салаты достар. Ал маған өзіме ас болсын. Өте ыстық достар. Мынаны ренжімеңіздер енді. Болып тұрады деген мынау.
өте қиын екен достар. Әсіл. Достар, өте дәмді болған. Бүгінгі ас мәзіріміз. Жоғарыда айтқандай, каналға тіркеліп, лайк қосуды, комментарий жазуды ұмытпайық. Барлықтарыңызға рахмет, бізбен бірге болғандарыңыз үшін.